Ахмет Жұбанов еліміздің түкпір-түкпірін аралап жүріп, қарапайым қазақ отбасыларында өнерге құштар, бірақ үйренуге мүмкіндігі жоқ жас таланттарды жиі кездестірді. Дәл сол сәттері музыкалық мектеп ашу туралы алғашқы ойы келді. Табандылығының нәтижесінде Алматы қаласында республикалық қазақ музыкалық мектеп-интернатын ашу туралы Министрлер кеңесінің 1964 жылғы нөмір 495 бұйрығы шығып, мектеп өз жұмысын бастады. 1964 жылы маусым айында директорлық қызметке Түркістан Мақсұтұлы Өзбеков тағайындалды. Мектеп орнын өзі таңдап, күндіз-түні құрылыс жұмыстарының басы-қасында жүрді. Ол талантты ұйымдастырушы ретінде Ахмет Жұбанов құрған жоспарларды асқан жауапкершілікпен жүзеге асыруға кірісті. Сол уақыттағы мектеп басшысы мен мұғалімдер иығына үлкен жүк түсті. Ұлттық кадр жетіспеушілігі сезілді. Сондықтан кәсіби музыканттармен бірге жалпы білім беретін білікті мамандарды оқу жүйесіне тартты. Арнайы топ республиканың қуыс-қуысын аралап талантты балаларды іздеуге аттанды. Нәтижесінде шалғай өңірлерден келген қарымы мол, қабілеті зор, ерекше дарынды кішкентай ұл-қыздарды бұрын-соңды көрмек түгілі, атын естімеген аспаптарда ойнап үйрету, шығармашылық қабілетін ашып, қызығушылығы мен сүйіспеншілігін ояту жұмыстары басталды. 1968 жылы Түркістан Мақсұтұлы Өзбековтің бастамасымен өнер ұясына Ахмет Жұбанов есімі берілді. Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан болады, деген екен ағартушы Абай. Расында, ұлы мақсат жолындағы алғашқы қадамдарға, үлкен жетістіктерге жол ашқан ұлағатты ұстаздар. Мектеп есігін ашқаннан бастап істеген ұстаздар ауыл балаларына музыка аспаптарының қыр-сырын үйретіп, игі істердің, идеялар мен жаңа бастамалардың негізін салды. Қазіргі таңда сол аға буын өкілдерінің ерен еңбегімен маңдай тері ақталды десе де болғандай. 60 жыл ішінде дарындар мекені сан түлекке жолдама беріп, 1000-нан аса лауреат дипломант тәрбиеледі. Бүгінде оның шәкірттері ел ішінде де, шет елде де өнермен танылып жүр. Бұл ұстаздардың кәсіби адалдығының нәтижесі. Мектеп заманауи талаптарға сай білім беруде барлық мүмкіндікті жасап, оқушылардың білімге қызығушылығын арттырып, жеке қасиеттерін қалыптастырады. Осы жерден шыққан дарынды жастар қазақ өнерінің абыройын әлемде асқақтатуда. Ахмет Жұбановтың арманы орындалды.